Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін тауық аяқтарынан өзімнің сүйікті сорпаларымның бірі тауық сорпасын дайындадым. Ол үшін алдымен тауықтарымды осылай қазанға салып, жақсылап қайнатып алдым. Одан кейін көбіктерімізді жиі алып тұрдым, сорпамыз тұнық болу үшін. Одан кейін көкөністерімізді турап аламыз. Пиязымды 4 бөлікке бөлдім. Перецтарымды турадым. Барлық көкөністерімізді турап аламыз. Мен томат пастасының орнына осындай қызанақты пайдаланамын. Қызанақпен дәмі ерекше болып шығады. Тауығымыз бірінші сорпамызға пияздарымды салдым. Одан кейін сәбізімді салдым. Сәбіз өте қатты болғандықтан ертерек пісіре береміз. Одан кейін қызанақтарымызды салдым. Жақсылап сорпамызды қайнатамыз. Иісі деген ерекше болып шығып жатыр. Осы кезде тұз бұрышымызды дәміне қарай дәмдеуіштерді саламыз. Одан кейін қызыл перецтарымды салып шықтым. Сәбіз қатты болғандықтан біраз кішкене пісірдім. Одан кейін картошкаларымды сәбіз пісетін уақытқа аз қалған кезде картошкаларымды салып бастадым. Картошканы жұмсақ тез пісетін болғандықтан ең соңына қалдырдым. Одан кейін осылай сорпамыз өте қатты қайнап жатқан кезде кеспемізді салып 5 минут қайнатып аламыз. Осымен біздің сорпамыз дайын болды. Өте ерекше, дәмі деген өзіме қатты ұнайды. Сорпаны өте жақсы көремін. Өте ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Егер видео пайдалы болған болса, каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар.